Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге осындай жұмсақ болып пісетін, өте қарапайым дайындалатын керемет рогалик тәріздес булочканың жасалу жолын көрсететін боламын. Яғни қызым дайындаған рецепті соңына шейін қарап, қолдау білдіріп кетсеңіздер. Алдыменен бізге қажет болады 200 немесе 250 грамдай жылы сүт. Қамырымызды ашытып дайындап алатын боламыз. Және де 2 жұмыртқа, оны жақсылап біркелкі етіп араластырып алатын боламыз. Содан соң басқа қоспаларымызды қосып дайындай береміз. Сүтіміз жылы болу қажет, яғни қамырымызды ашытқан кезде. Енді шекерімізді саламыз. 150 грамдай қоссаңыздар жеткілікті. Және де 1 шай қасықта дрожжымыз, яғни ашытқымызды саламыз. Егер мөлшерін көбейтіп жасаймын дейтін болсаңыздар да болады. Көбірек қосып, құрамын көбейтіп жасай бересіздер. Енді бізге керегінше ұнды қолданамыз. Мына жерде менде 450-500 грамдай, яғни ұнның татымдылығы әртүрлі болады суды. Яғни соған қарай қосып жасай бересіздер. Алдын ала иленіп, менде дайындап алынған. Енді оны үстінен салып, қамырымызды біркелкі етіп араластырып, қамырымызды дайындайтын боламыз. Қамырымыз қолға жабысыңқы болады. Яғни сол кезде бөлме температурасында еріп тұрған маргаринімізді, немесе сары май болса да болады, қосып қамырымызға бірге илеп жіберетін боламыз. Майымыз толық еру қажет. Менде кішкене ғана қаттылау болды. Сол себепті араласуы кішкене қиындау болады. Сол себепті ерітіп алғандарыңыз дұрыс. Неке осылай ерігенше, қамырымызбен біркелкі етіп араласып кеткенше, солай яғни біркелкі етіп дайындайсыздар. Ашытып қоямыз. Неке менде ашыған күйі уже. Енді оны керегінше бөліктерге бөліп аламыз, дөңгелектеп. Оның бетін жауып 15 минутқа қалдырасыздар. Одан кейін ғана осылай дөңгелекті жайып аламыз, дөңгелектеп. Оның үстінен жаңағы сары майымызды жағып, барлығын осылай дайындап аламыз. Дәл видеодағыдай жасайсыздар. Оның өзінде осылай дайын қамырларымызды 15 минутқа тағы да қалдырамыз. Яғни өзі көтеріліп, майы сіңіп, жұмсақ болып осындай дайын болады. Сол кезде ғана қамырымызды осылай жайып аламыз да, қалауларыңыз бойынша арасына менде вареный сгущенка қостым. Яғни осыны орап отырып, осы формада дайындаймыз. Екіншісін көрсетейін. Өте оңай дайындалуы, және де өте жұмсақ болып пісіп шыққан. Варенка қоссаңыздар, балдарыңыз сүйсініп жейтін болады. Барлығында осылай біркелкі етіп дайындап аламыз, және де духовкаға пісіруге жібереміз. Яғни бетіне жұмыртқамызды жағып, жұмыртқаның сарысын жағып, пісіруге жібереміз. 200 немесе 180 градуста пештеріңіздің температурасын өздеріңіз торлап отырып қоя беретін боласыздар. Сол градуста пісіп шығады. Яғни 30 минутта пісіп шығады. Баяу отпен қойсаңыздар да болады. Піскеннен кейін тағы да көтерілетін болады. Сол себепті араларын кішкене ашып қойғандарыңыз дұрыс. Неке духовкаға пісіруге жібереміз. Неке бізде булочкаларымыз пісіп шықты. Өте жұмсақ болып шыққан. Міндетті түрде жасап көріңіздер.